Балам, мындай келе ғой. Тойға кешігетін болдық. Ұлттық киімімізді киіп, тойға жиналайық. Келе атырым. Анасың, біз бүгін қайда барамыз? Біз бүгін тойға барамыз, балам. Бүгін сенің досыңның сүндет тойы. Сүндет той деген о не? Сүндет той деген ол өзбек халқында және басқа да мұсылман халықтарында болатын маңызды дәстүр. Ол бала кішкентай кезінде сүндетке отырғызылады. Және сол маңызды күнді атап өту үшін үлкен той жасайды. Бұл баланың ер жетіп келе жатқанның белгісі. Алақай, біз тойға барамыз. Әрине балам, кеттік. Анасың, неге бар тойда қуанып жүр? Өйткені бұл үлкен қуаныш. Ата-анасы, туыстары, достары бәрі жиналып, балаға жақсы тілектер айтады. Ән айтып, би билеп мереке жасайды. Аны қандай ұзын аспап, қатты даусы шығып жатыр ғой. Ол карнай деп аталады, ал қасында ойнап тұрғаны сүрнай. Карнай мен сүрнай деген не? Карнай өте ұзын үрмелі аспап. Оны үрлегенде қатты, әдемі дыбыс шығады. Ал сүрнай кішірек, бірақ дауысы өте әуезді аспап. Оларды не үшін ойнайды? Бұл аспаптар тойдың басталғанын білдіреді. Карнай мен сүрнайдың үні қуаныштың, мерекенің белгісі. Адамдарға бүгін ерекше күн деп хабар береді. Бұл тойдың белгісі ме? Я, дұрыс айтасың, бұл өзбек халқының ежелден келе жатқан дәстүрі. Осындай әуен арқылы адамдардың көңілін көтеріп, бәрі бірге қуанады. Маған ұнап жатыр. Бұл қуаныш күні. Бәріміз бірге көңіл көтереміз. Анасы, кеше тойға қалай барып қайттыңдар? Той жақсы өтті. Әке, білесіз бе, мен кеше тойда карнай мен сүрнай аспаптарды көрдім. Анам маған бәрін түсіндіріп берді. Иә, дұрыс. Олар өзбек халқының өте әдемі, көрне аспаптары. Ал сен тағы аспапты көрдің бе? Дөңгелек келген. Оның аты дайра. Дайра деген о не? Міне қарашы. Дайра деген дөңгелек пішінді ұрмалы аспап. Оның беті арнайы термен қапталады. Оны қолмен соғып ойнайды. Дауысы әуезді және ырғақты болып келеді. Дайра көбінесе ән мен биге сүйемел ретінде қолданылады. Тойларда адамдардың көңілін көтеріп, ырғақ береді. О, қандай қызық, мен де осына аспапты ойнағым келеді. Әрине балам, егер қаласаң үйренесің. Өз дәстүрімізді білу өте маңызды. Келе ғой, бір ойнап көрейік. Әке, маған бұл аспап қатты ұнады. Мен өскенде осы дәстүрлерді сақтап, осы дайрада ойнаймын. Жарайсың балам, ақылдым.